Кешірілмеген күнә. Ғажайып әрі қорқынышты түс көрдім. Қап-қара түнек орманның ішінде адасып жүр екенмін. Айнала тас қараңғы, ешқандай жол көрінбейді. Қанша жүрсем де шығар жол таппаймын. Bir кезде аяғым тайып кетіп, терең бір шыңырауға құлап бара жаттым. Тұншығып, демім жетпей, жанұшыра айқайлап жібердім. Денем түршігіп, шошып ояндым. Беті-қолымды жуып, ешкім жоқ қаңыраған үйімнің ас үйіне өттім. Таңғасында ішіп отырып, ойланып қалдым. Неге соңғы кездері осындай жаман түстерді жиі көретін болдым екен? Қатты шаршағаннан шығар деп өзімді жұбаттым. Жұмысқа кетер алдында шкаптан сұр костюмімді алдым. Айнаға қарадым. Өзіме өзім бөтен адамдай көріндім. Көзімнен шаршау байқалады. Костюмнің қалтасында қолымды салсам, 4 бүктелген бір жапырақ қағаз шықты. Бір қағаз болар деп үстелдің үстіне тастай салдым да жұмысқа асықтым. Мен есепшімін. Күні бойы сандардың арасында отырып жұмыс істеймін. Сол күні де бас көтермедім. Кешке қарай денем қызып, қызуым көтерілді. Үйге әзер жеттім. Қызуым 40 градусқа дейін көтеріліпті. Жедел жәрдем шақырдым. Екпе салып кетті. Бірақ жағдайым жақсармады. Дәріханадан дәрі алып ішіп жаттым. Ұйқы келмейді. Сол кезде көзім үстелдің астына түсіп кеткен әлгі қағазға түсті. Орнымнан тұрып оны аштым. Бұл хат емес, жүрегіме тиген ауыр соққы болды. Хат екінші әйелім Айманнан екен. Менің айыбым не еді? Құрсағымдағы баланы алдыртып тастадыңыз. Мені үйден қуып шықтыңыз. Мен сізді 2 дүниеде де кешірмеймін. Мен тартқан азапты сіз де тартпайынша жаныңыз шықпасын. Қағазды умаждап қоқысқа лақтыра салдым. Сол кезде де бұл сөздердің салмағын түсінбеппін. Өйткені ол кезде Айман қадірін білмейтінмін. Бірінші әйеліммен 3 қызымызды өсіріп жүргенде ажырасып кеткенбіз. Кінәні мінездің келіспеуінен көрдік. Шындығында кінә менен еді. Мен ешкімге тұрақтай алмайтын адам болатынмын. Сол күндердің бірінде біздің кеңсеге жаңа еден жуушы әйел келеді. Бөлмеміз әрдайым тап-таза болып тұратын. Bir күні әріптесім Әнуар, жаңа келген келіншекті көрдің бе деді. Жоқ, оның маған қандай қатысы бар дедім. Бірақ көп ұзамай өзім өзгердім. Кешкісін есігімді қағып кірді. Ассалаумағалейкум, кіруге бола ма? Даусы жұмсақ еді, ал көздері сол жанарды көрген сәтте-ақ көңілім ауып кетті. Ертеңіне Әнуардан сұрастырдым. Күйеуі бар ма екен? Ажырасқан. Bir ұлы бар, есімі Айман. Сол күннен бастап оған жақындай бастадым. Уақыт өте келе араласып кеттік. Bir күні үйімді жинастыруға шақырдым. Ол құрбысы Гүлжанмен бірге келді. Үйді тап-тұйнақта етіп тазалап, тамақ әзірлеп берді. Содан кейін жиі келіп тұратын болды. Ақыры оған үйлену туралы ұсыныс жасадым. Бастапқыда келіспеді, бірақ мен көндірдім. Иман шақырып, куәгерлердің алдында некеміз қиылды. Bir шаңырақ астында өмір сүре бастадық. Алайда уақыт өте келе оның момындығы мен қарапайымдылығы маған ұнамай қалды. Не айтсам да қарсы келмейтін, маған болса мінез көрсететін, сәнді өмір сүретін әйелдер қызық көрінетін. Тіпті оның менімен бірге тұратынын ешкім білмесін дедім. Жұмысқа келуіне тыйым салдым. Ал бірінші некеден туған ұлын үйге әкелмеуге рұқсат бермедім. Әзірге құрбымның үйінде тұра тұрсын дедім. Ол үнсіз көнді. Bir күні оған, ертең әпкем келеді, сен басқа жаққа апарып тұр дедім. Көздері жасқа толды. Біз ерлі-зайыптымыз ғой, артық сөйлеме. Ол кетіп қалды. Ал мен үйге басқа әйел алып келдім. Сол күннен бастап оған жасаған опасыздығым үйреншікті іске айналды. Айман мектепке аспаз болып жұмысқа орналасты. Таңнан кешке дейін еңбек ететін. Үйге шаршап келсе де тамақ дайындайтын. Кірімді қолмен жуатын. Мен оған дұрыс жағдай жасамадым. Ақша да бермедім. Bir күні тозған көйлегіне қарап, өзіңе қарасаңшы дедім.
ол мұңайып, тапқан ақшам ұлымның оқуына және пәтерақыға кетеді. Өзіме ештеңе қалмайды деді. Мен үнсіз қалдым, өйткені бәрібір еді. Bir күні ол жаныма келді. Жүзі ерекше нұрлана тұрды. Сізге айтар жаңалығым бар. Қандай? Менің аяғым ауыр. Тұла бойым дір ете қалды. Балаңды алдырасың. Ол шошып кетті. Қалай? Бұл біздің баламыз ғой. Мен шешімімді айттым. Ол жылады, жалынды. Бірақ жүрегім тасқа айналған еді. Ертеңіне оны ауруханаға апарып, баланы алдыртып тастадым. Наркоздан есін жимастан жұмысқа кетіп қалдым. Сол күннен кейін Айман 1 ай бойы үйге келмеді. Мен де іздемедім. Кейін өзім барып алып келдім. Ол ештеңе болмағандай үй жинап тіршілігін жалғастыра берді. Ал мен кешірім сұрауға да жарамадым. Bir күні оған біз бірге тұра алмаймыз. Ол үнсіз қарап қалды. Неге? Сен маған лайық емессің. Ол жылап жіберді. Мені тағы да тастап кетпекшісіз бе деп заттарыңды жина да кет. Ол аяғыма жығылды, жалынды. Бірақ менің жүрегімде мейірім қалмаған еді. Айман заттарын жинап үйден шығып кетті. Сол күні мен достармен отырып өзімдікі еркіндікке шыққан адамдай сезіндім. Айман кеткеннен кейін де өзімді де кінәлі сезінбедім. Өмірімді бұрынғыша жалғастыра бердім. Bir әйелмен танысып, bir әйелмен қоштасып жүрдім. Қызық қуып көңіл көтерудің өмірді мәні, сәні деп ойладым. Бірақ уақыт өте келе үйімде, жүрегімде бос болып қалғанын сезіне бастадым. Ешкім мені күтіп отырмайтын, ешкім үнсіз ғана қамқорлық көрсетпейтін, үйдің әр бұрышына Айманның жоқтығы сезілетін. Бірақ оны мойындауға тәкаппарлығым жібермеді. Міне сол кезден бастап қорқынышты түстер басталды. Қара орман, шыңырау, тұншығу, көп ұзамай бауырым ауырып ауруханаға түстім. Дәрігер, ішімдікті қоймасаңыз циррозға ұласуы мүмкін деді. 1 ай бойы ауруханада жаттым. Сол жерде Айман туралы ойлар маза бермеді. Емделіп шыққан соң қыздарымды іздедім. Араға уақыт өтіп бірінші әйеліммен қайта табыстым. Отбасымыз қайта жиналғандай болды. Бірақ өткен күнәларым мені тыныш қалдырмады. Қыздарым бойжетіп тұрмысқа шықты. Бірақ тағдыр мен үшін басқа үкім дайындап қойған екен. Үлкен қызым бедеу болып шықты, күйеуі тастап кетті. Екінші қызым 2 сәбиінен айырылды. Үшінші қызымды күйеуі үнемі ұрып соғады екен. Әке үшін бұдан ауыр азап жоқ шығар. Сол кезде ғана бәрін түсіндім. Айманның жасаған қиянатымның өтеуі маған осылай оралған екен. Жазықсыз жанның көз жасы жерде қалмайды екен. Мен Айманды іздей бастадым. Тек бір ауыз кешірім сұрау үшін. Бірақ таба алмадым. Әнуардан сұрадым. Ол баяғыда көшіп кеткен. Содан кейін Гүлжаннан тауып алдым. Ол маған ұзақ қарап тұрды да, жанарында өкпеде ашуда бар еді. Сіз оның өмірін тас-талқан еттіңіз. Үйден қуылғаннан кейін қатты күйзеліске түсті. Ұлын алып Ташкентке көшіп кетті. Қазір қайда екенін ешкім білмейді. Сол сәтте жүрегіме ауыр шындық қадалды. Мен кешірім сұрауға тым кеш қалған едім. Өмірімде алғаш рет ақшада, таныста, қызметте көмектесе алмайтын жағдайға тап болдым. Маған тек бір ауыз сөз керек еді. Кешірдім деген сөз. Бірақ сол сөзге жете алмадым. Айман, егер осы жолдарды оқып отырған болсаң, мені кешір. Саған жасаған қиянатымның қаншалық ауыр болғанын енді ғана түсіндім. Сен тартқан азаптың орнын толтыра алмаймын. Уақытты кері қайтара алмаймын. Бірақ жүрегімнің түбінен шыққан соңғы өтінішімді қабыл алшы, кешір мені. Кейде адам өз қатесінің қаншалық ауыр екенін жылдар өткен соң ғана түсінеді. Бірақ кейбір кешірімдерге қол жеткізу үшін уақыт жеткіліксіз болады. Өйткені адам ұмытқанымен өмірі ұмытпайды. Ал жазықсыз төгілген көз жасы бір күні міндетті түрде өз жауабын алады.